Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум ағайын. Бүгін таңертең ұйқыдан тұра сап бір жаңалықты оқып төбе шашым тік тұрды, еркек шейтен. Шошқаным былай тұрсын, көзімнің алды қызарып, қанталап, кәдімгідей жынданып, нерв болып кете жаздадым, сөздің ашығын айтайын. Не жаңалық десеңіздер, бүгін біздің елге анау Ресейдің президенті Путин келіп жатыр емес па? Сол Путинға бола Астананың көшелерінің бүкіл жерінде Ресейдің туы. Одан қалса ең сорақысы аса мәртебелі Владимир Владимирович Путин деп жазып қойған ғой Астанада, ойлаңыздар. Соны көремді менің чатырым таяды ғой. Неге біз бұлай болдық? Неге шілей өйтіп кеттік деп кәдімгі нерв ана жақта ше, нерв. 5 темекі подряд кетіп жатыр ана жақта, сөздің ашығын айтқанда ше, кәдімгі нерв болып отырмын. Сөйтіп мама сұрайды, не болды балам дейді, наңғырасаңызшы мама дейді. Мама тоже в шоке, короче, ана жақта. Сол не керек, мен тыныш отырмаймын ғой ағайын, бұл неге бұлай біз болдық деп зерттеймін ғой, ізденемін, шықылайын бүкіл жақты. Сөйтіп, мынандай дерекке тап боламын ғой. Оказывается, ағайын, біздің елге қандай мемлекеттің президенті келмесе де, сол келген елдің президентіне арнайы туларды іліп, жаңағыдай, сол елдің тілінде кәдімгідей оны аса мәртебелі, мысалға Өзбекстан Республикасының президенті немесе Қырғызстан Республикасының президенті деп жазады екен, соның тілінде және қазақ тілінде. Және оған нақты дәлел ретінде міне қараңыздар, мынау Өзбекстанның президенті келген кезде жазылған дүние, Қырғызстанның президенті, Қытайдың президенті келген кезінде жазылған. Және де Қытайдың президенті де басқа да мемлекеттің президенттері келген кезінде жаңағыдай экспоның өзі сол мемлекеттің туына оранған, бүкіл жерде сол мемлекеттің туы болған. Ой, ағайын, сөздің ашығын айтқанда бұл жаңағыдай международный регламентке сай күтіп алу тәсілі екен да. Сол мемлекеттің президентіне құрмет көрсету мақсатында жасалатын дүние екен. Сөйтіп, сонда да сенбеймін ғой мен. Соңына дейін сөйтсем, Қытайдың президенті келген кезінде жазыпты аса мәртебелі деп, Өзбекстан Республикасыныкінде жазыпты аса мәртебелі деп. Сонымен дедім ол кәдімгі, сөйтіп жүрегім орнына түсті ағайын. Әйтпесе сөздің ашығын айтайын, жынданып біте жаздадым кәдімгідей. Шын нерв болып кеттім, жігіт шейтейін. Әйтеуір әліптің артын бағып аман болайықшы, құрметті қазақ елі.